Зина деген мәселе өте ауыр мәселе. Пайғамбар алейхиссалам айтады, зинадан сақтаныңдар, зина деген опасыздыққа жоламаңдар. Кім зина істейтін болса, ол адамға мына өмірде де, ана өмірде де сондай пәлекет келеді дейді. Мына өмірдегі пәлекеті, біріншісі, зина істеген адамның жүзінен нұр кетеді дейді. Нұр кетеді. Жүзінде жарқырап тұрған нұр болмайды ондай адамдардан дейді. Екіншісі, және зина істеп жүрген адамның бетінен нұрын алып қояды. Екінші сипаты деді, ондай адамдар мына өмірде қиыншылық, таршылықта өмір сүреді деді. Қиыншылық деп айтқан не нәрсе ол? Мысалға тек қана кедейлік емес, ол жерде мысалға кейбір адамдар бай болуы мүмкін, ақшасы жетеді, дүниесі жетеді, бірақ зинақор. Алла субхана ва тағала сол жаңағы ақшасы бар, дүниесі бар байдың өзін тар өмірге тығып қояды. Өмір бойы мынау кең өмірде өзін тар сезінеді. Қашан қараса бір қиыншылықта жүреді, бір қиыншылықтан құтылса екінші қиыншылыққа түседі. Өзі түсінбейді ол қайдан келіп жатқанын. Бірақ ол Расул ескертіп жатыр, зинақорларды Алла тағала осындай қиыншылыққа салып қояды деді. Қиыншылықтан қиыншылық, қиыншылықтан қиыншылық. Оның басы сол зинадан келеді дейді. Үшінші сипаты, денсаулығынан Алла тағала баракат алып қояды дейді. Денсаулығына сыр бере бастайды. Шетелмен шетел емделу, ана жерге барып емделіп келсе, мына жері шығады, мына жерін емдесе, үшінші бір адамдардан ұят болады деп күнәдан тыйылма, Алладан ұялып тыйыл сен. Сен әдепті боласың. Құдаңнан ұялып арақ емес, Алладан ұялып арақ қойма. Сонда әдеппен боласың. Өйткені пендені разы қыла алмайды. Алла тағала мен пенденің арасындағы әдеп осындай екен де. Үшіншісі, демек не екен? Әрбір істеп жатқан амалымыз кім үшін болу керек? Алла үшін болу керек. Әрбір амалымыз. Қонақ шақырсаң да, қонаққа барсаң да, жұмысқа тұрсаң да, біреуге көмектессең да, ол бойы ұзын екен, әдемі жігіт екен. Не істейсің ол әдемілігін? Ертең сен лақтырып кетсе, тастап кетсе, 2 балаңмен, 4 балаңмен, ондай жігітке шыққаннан шықпаған жақсы еді ғой. Ол жағы да бар да. Сол үшін қыздарды жігіттің тектілігіне мән беру керек та. Кімнің баласы ол, шыққан жері кім? Пайғамбар айтады, пайғамбар алейхиссалам соңғы пайғамбар болып келгендіктен кез келген мәселенің заманауи соңғы үлгісін біз пайдалануымыз керек деген. Біздің ұстанымыз, өйткені біздің дініміз солай. Өткіл тазалық, Расул айтқан, Аллаху жәмил, юхиббул жамал. Алла өзі әдемі, таза әдемі болып жүрген пенделерін жақсы көреді дейді пайғамбар. Бұл хадис. Мен байқағаным, адам қанша жылдан бері намаз оқып жүрсе де, бірақ та жүрегінде Аллаға деген сенім әлі нық орнықпаған. Оның дәлелі қандай? Өйткені ол гороскопқа қарап, өзінің 1 айлық жоспарын құрайды. Ол тағы да сондай бір жұлдыз жорамалдарға қарап, тағы да өзінің бұл айда маған белсенді болу керек екен, бұл айда маған мынаны істеу керек екен деп, тіпті соған сүйеніп, ол бір рискке, бір сондай тәуекелге баруы мүмкін. Бір нәрсені сатып ала салу мүмкін, тағы бір нәрсені жасай салу мүмкін. Немесе қара мысықтың өткенін көріп, дәл тағы да сол, бүгін мен ол жаққа бармай қояйын деген секілді. Немесе қолы қышса, менің бүгін міне осы айда ақшам болады екен деген секілді. Тағы да болмайтын сондай бір неше түрлі нәрселерге, кофенің жаңағы бір түрлеріне қарап, өзінің бір болашағын қарайды, басқа қылады. Бірақ қарап отырсан, намаз оқиды да, намаз оқиды. Бұл дегеніміз жүректе әлі бір Алла деген сенім толықтай нық орнықпағанның дәлелі. Сондықтан кез келген намазхан адам Алланы тануға, тек қана Алла зиян жеткізіп, тек қана Алла тағала пайда беретініне нық сенуі керек. Әрқашанда дұғада, намазда, «Я Аллахым, менің жүрегімді сенен басқа өзге барлық нәрседен тазарта көр» деп дұға етіңіздер.